Қазақстандық аниматор Димаш Құдайбергеновті мультфильм кейіпкері еткісі келеді. Аниматордың есімі Ғали Мырзашев. Осы ойын 9 жыл бойы іске асыра алмай жүр. Әдеттегідей барлығы қаражатқа келіп тіреледі ғой. Біраз аниматордың идеясы жайлы. Мультфильмде Жібек атты қыз туралы баяндалмақ, ал Димаштың бейнесін ағасының кейіпкеріне алмақ. Ол да сценарий бойынша әнші. Бірақ бұның барлығы әзірге тек қиял. Ғали Мырзашев әйгілі әншіге бұл ойды жеткізу үшін барлық амалдарды қарастырыпты. Әкесіне, аудармашысына жазған екен. Қазақ фильмде қалталы азаматтар да көмектен бас тартқан. Есесіне Ғалидің бұл ойын қытайлықтар қолдамақ болыпты. Бірақ мазмұнына өзгеріс жасау талабын қойған. Аниматор одан бас тартты. Жалпы аспан асты елі біздің Димашты қатты жақсы көретіні барлығына мәлім. Ол жақта да суретшілер әншімізді түрлі аниме кейіпкер ретінде қағаз бетіне түсірген. Бір жерде оқушы болса, екінші суретте әнші кейпінде. Мүмкін Димаштың жолын қуу керек.